Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Қазақша контентті қолдап, лайк басып, пікір білдіре отырыңыздар. Мен бүгін өте оңай етсіз котлет жасаймын. Ең алдымен салқын суға гречканы жуып аламын. Одан кейін гречка мен картопты қайнатып пісіріп аламын. Одан кейін картопты езіп, үстіне гречканы және тұз бұрыш приправаны және бірігу үшін бір дана жұмыртқаны қосып, әбден араластырып аламын. Бұл котлеттің жасалуы өте оңай. Енді котлеттерімізді осылай формаға келтіріп, жасап шығып, екі жағын ұнға аударамыз. Осылай барлығын ұнға аударып шығамыз. Енді қатты қызып тұрған майға котлеттерімізді пісіріп аламыз. Бұл котлеттің құрамында піскен картоп пен гречка болғаннан кейін қатты ұзақ ұстамай, тек қызарғаннан кейін ала береміз. Осылай барлық котлеттерді пісіріп алдым. Котлетті әртүрлі гарнирмен, қаймақпен немесе әртүрлі соустармен ұсынсаңыз болады. Міне барлық котлетті осылай қуырып алдым. Котлеттер дайын болды. Видео ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар, ас болсын.